Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін осы видеоның астындағы подписка батырмасын басу жеткілікті. Сол кезде менің каналымдағы видео рецепттерді бірінші болып көре аласыздар. Бүгін ораза айының 16 күні, ұстаған оразаларыңызды Алла қабыл етсін. Бүгін мен ауызашарға манты және медовик тортын дайындайтын боламын. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Салқын суға 1 жұмыртқа және тұз қосып, қаттылау қамыр илейміз. Қолымызбен әбден біркелкі болғанша илеп, целлофан пакетке орап қоямыз. Медовик тортының жасалу жолын бұл видеоға салмаймыз, себебі алдыңғы видеода торттың рецептісі бар. Және сол видеоны мына жерден көре аласыздар. Мантының фаршын дайындаймыз. Тартылған еттің үстіне тұз, бұрыш және ұсақтап туралған пиязды қосып, сәл ғана су құйып, әбден араластырамыз. Бір сағаттан кейін қамырымызды алып жаямыз. Томалақтап алып, үстіне видеодағыдай қолымызбен басамыз. Сол кезде қамырымыз томалақ болып жайылады. Қамырдың әр шетінен алып, оқтаумен басамыз. Қамырдың ортасын емес, шетінен басып жайып шығамыз. Қатты жұқа қылмай жаямыз. Дайын болған қамырды кесіп, ортасына бір ас қасық көлемінде фарш салып түйіп шығамыз. Мантоваркаға май жағып, дайын болған мантыларды салып шығамыз. Және 45 минут уақыт шамасында пісіріп аламыз. Міне осымен мантымыз дайын болды. Бетіне подливын құйып ұсынамыз. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар.